осындай меню сізге керек болса, осыдан алсаңыз болады. Міне мынандай пример ретінде, мысал ретінде осындай меню шығады. Үстіне 2 рет басасыз мынаның үстіне. Кейбір кездерде біреулер, кейбір операцион системаларда оң жақ басып, немен запустить от имени администратора мен басады. Или менікінде мысалы просто 2 рет басам. Бұл жерде осындай меню шығады. Мысалы 1-ді басам, 2-ні басам, осындай пинг жасайды. Сосын 3-ті басам деген сияқты, 0-ді басам шығып кетеді. Осындай быстрый меню істесеңіз болады через batch скрипт арқылы. Оның исходный коды осындай. Title деген бұл жоғарыда тұратын мынау міне аты меню. Сосын мынаны да қойып қойдым осы. Мынаны мынаққа да қойып қойдым. Сосын мынаққа өзіңіз меню создать етесіз. Мысалы 4-шісі керек болса, айтпақшы, ең бірінші бар ғой, Notepad скачать етесіз. Notepad плюс деген. Ол деген міне мынандай программа. Notepad плюс деген. Осыны скачать етесіз да, сол арқылы ашасыз осыны. Или осыны скачать етсе, астына қалдырып кетем. Содан кейін кодировка жасаймыз. Мына бәрін бірінші создать етер алдында кодировка жасаймыз былай. Кодировки, сосын кириллица, сосын OM 766 деген. Соған қоямыз. Содан кейін уже орысша әріптер көрінеді. Мына жерде басқан кезде орысша әріптер көрінеді. Дұрыс көрінеді. Так, бұл жерде қалай создать еттік? Title создать еттік. Міне title. Сосын color. Color деген қазір көрсетіп жіберейін. Color деген не екен? Так, міне color деген. Мына сайтқа кіресіз. Ол деген қапталда тұр. Міне страница. Сосын оң жақ менюді басасыз да, командная строка дегенді басасыз. Сосын жайлап түсіресіз. Мына жерде міне цвет деген бар. Осы жерден өзіңіздің цветіңізді ауыстырсаңыз болады. Мысалы 0 деген черный, міне F деген текст. Мынау фон, мынау текст. F деген мысалы ярко-белый деген. Текст белый, фон черный. Сөйтіп осылай меню создать етесіз. Осылай. 4-шісін добавить еттіңіз келсе, мысалы мына жерге 4 деп жаза қоясыз. Сосын мына жерге де 4 деп жазасыз. Мына жерге де 4 деп жазасыз. Мынаны exitті 5 деп жазасыз. Сосын мынақа мысалы любой бір меню создать етесіз. Любой ат. Мынақа да сол бір ат жазасыз мысалы. Тоже. Содан кейін осылай создать етеміз. Готто меню деген бар ғой. Готто меню мынадан алып тұр ғой. Мынау бітетіні, мынау басталатыны. Қалған нелер, мысалы 1-ді бассаң, мынау орындалады. Ол мына функция орындалады. IP info деген. Міне тұр ол. IP info. Осы орындалады деген. Пауза деген жаңағы кетіп қалмайды да, мына информация береді, кетіп қалмайды. Мынау ғой, міне пауза деген. Мысалы 1-ді басам, міне осында. Для продолжения нажмите любую клавишу дейді. Егер паузаны алып тастасам, мына информацияны көре алмаймын мен. Сол үшін керек. Осындай простой меню. Может, біреуге керек болар.